Енді нақты сұрақ, Еуропалық одақ, сонымен бірге Финляндиямен салыстырғанда, Қазақстанда мынау педагогика саласындағы жоғарғы оқу орындарында педагогика теориясы мен дидактика жөніндегі курстарды біздің студенттер 2 есеге аз алады. Яғни Еуропалық одақ, Финляндия жоғарғы оқу орындары педагог ұлт тәрбиешісін дайындайтын болса, біздің Қазақстанда тек пән мұғалімін дайындап отыр. Ал біз ұстаз ұлт ұлағаты деп айтамыз. Мысал үшін ұстаз Песталоцци, Янамос Каменский, мынау 21 ғасырдағы біздің Ханипа Бітібаеваны оқымайтын болса, ол ұлтқа қандай ұлағат береді? Сондықтан нақты сұрақ, біз осы педагогиканы дамытатын, оқытатын университеттерде нақты дидактиканың үлесін қашан кеңейтеміз? Яғни Еуропалық одақтың стандарттарына қашан өтеміз? Үлкен рахмет, сұрағыңызға Ерлан Бияхметұлы. Біріншіден, педагогикаға өте дұрыс көтерген сұрағыңыз педагогтарды және педагогикалық факультеттердегі бүкіл мазмұнды біз өзгертуіміз керек. Ол жұмысты бастап кеттік. 2023 жылы Әлем банкінің грантымен берілген үлкен жоба жүзеге асырылды. Сол жерде сол Финляндияның ең мықты мамандандырылған педагогикалық университеттердің мамандары келіп, бізге бүкіл бағдарламаларды, біз қазақстандық бағдарламаларды қарап шықты, жаңадан қарап шықты. 30 жаңа куррикулум пысықталды. Соларды біз қазір енгізіп жатырмыз. Бірінші кезеңде 5 біздің мамандандырылған педагогикалық университеттер, Павлодар, Шымкент, Қыздар университеті, Абай университеті және арқалықтағы енгізілді. Енді қалған 40-тан астам өңірлік университетте қазір толық кезең-кезеңімен енгізіліп жатыр. Оны біз тездетеміз бұл жұмысты.